Қарағанды облысы Абай ауданы, Жаманжол ауылы. Бұл ауылда небәрі 16 үй бар. Мынау ауылдар, мысалы, осы ауылда Тимурда 10 сиыр бар, Викада 5 сиыр бар, там Асхатта 10 сиыр бар. Сол сиырлардың бәрін қостырып, 100 шақты бас шығарып, біз солай біріктік. Өйткені ауылда сүт бар, алатын покупатель бар, мысалы сатып алушы кісі бар, сол арада сонымен айналыстық. Біз осы бағытты таңдап алдық та, и сонымен айналыстық. Ауылдағы әрбір адам Арқа сүті 2020 кооперативі атты ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшесі. Бұл кооператив нәтиже Milk компаниясына сүт жинап өткізумен айналысады. У всех свое хозяйство, чтобы выжить. Коровы. А сколько сами литров в день даете молока? 500 с лишним литров. 30 коров доится у нас. У нас, говорю, свое СПК, фермерское хозяйство. Ну, привязанное содержание, построили базу с навозоудалением. 30 одна сторона, 30 другая сторона. Кооперативке нәтиже Milk серіктес болып қосылғаннан кейін, сүтті қабылдау мен сақтау талаптары едәуір күшейтілді дейді кооператив басшысы Еркін Бейсенбайұлы. Оны бұл кісі тексергеннен кейін, бұл жерге шопыр келеді ғой. Шопыр адам ба, бұдан тағы анализ алады да, сосын молоковозға құяды, аузы бәрі пломбируется, жабылады, пломбасы бәрі салынады, содан кейін өз жолына шығады маршрутына. Ол заводқа келеді ғой. Заводқа келген кезде бірінші охрана келеді. Күзет несіне келеді? Күзет келеді да, оны қарайды. Бұл жерде молоковоздың шыққанын біз қайдан білеміз? Жаңа Мобис деген программа соққан кезде, уже бухгалтер уақыты түседі ғой. Сол кезде молоковоз мына жерден кеткен. Бүгінде кооперативте Моби С атты цифрлық жүйе қолданылады. Ол арқылы кім қай қабылдау пунктіне қанша литр сүт тапсырғанын нақты бақылауға болады. Осы мәліметтердің негізінде әр апта сайын төлемдер автоматты түрде қатысушылардың электронды шоттарына түседі. Қазіргі жұмыс істеп отқан кооперативімізбен сол құрылғалы бері тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Уақытында ақшасы төленеді, уақытында сүт алып кетеміз, тексерістен лабораторияда өткіземіз. Бұрын ең бірінші 17 жыл басталғанда, жаңағы барған Тимурларыңыздың, мысалы, Дереп Сал деген ауылдарда, олар біз барғанда сүт бәрі қайда өткізетінін білген жоқ ол кісілер. Заводтар ешкім алған жоқ, ешкім келіп алып кетпейді. Ол кісі май жасап, сүт жасап, екі ортада таксимен анда-мында жүрді ғой адамды салпынға салып. Сосын біз келгеннен кейін біз айттық, осылай ақылай қоямыз, суытқыш, бір мезгілде келіп алып кетіп отырмыз, бір жерге әкеліп тапсырасыздар, ешқандай қиындық болмайды. Бәрін осы адамдарға түсіндіріп, осы айтқанымызды сөзбен, іспен дәлелдегеннен кейін адамдар бәрі сеніп, адамдардың өз ынтасы болғаннан кейін солай жағдайлар жасап отырмыз.